Ғабит Мүсірепов. Өлімді жеңген ана. Мақтасақ, әйелді мақтайық та, құрметтейік те әйелді. Әйел ана. Барлық қиындықты жеңетін, сарқылмайтын күш, көзді бұлақ емес пе? Азияның ақсақ барысы темір, жер бетін қанға бояп, ойды сырға теңеп, жоннан жол салып, жер шарын асықтай үйіргісі келген адам. Ол 50 жыл жалғанды жалпағынан басып, өзінен өзге күш барын сезгенде адам емес. Жалғыз баласы Жәңгір өлгенде, Самарқан халқы от түкіріп, қан қақырған арыстанын қаралы қошеметпен қарсы алған ғой. Отырарда өліммен ұшырасып, ұлын берген сағаттан бастап, 30 жыл бойы темір бір рет езу бері, 30 жыл бойы темірдің жүрегі адам баласын аяу дегенге, адам баласын сүю дегенге мүлде жабылып қалған. Ол адам баласын өлім орағымен ұрудан басқаны істеп те санауды қойған. Дүниеде әйелді құрметтеп, әйелді нұрға бөлейік те. Әйел ана, дүниедегі жалғыз күш қой. Оның алдында Азияның айбарлы арыстаны темірде жеңген өлімде басын иеді. Темір Қанығұл деген әдемі алаңында сайрандауға шықты. Өйткені ол далаға шықса, қай жаққа өлім себу керектігін көзімен көргендей болып қайтатын еді. Алаңға тігілген 5000 ақ шатыр, бәрінің ортасында ақсақ темірдің ала шатыры алып ордасы тұр. Ортасында көк күмбездің дәл ортасында биік тақта ешкімге жеңгізбеймін де деген 5-ші ақиық ақсақ темірдің өзі отыр. Темірдің арт жағында әнші күйшілер қатарында ешкім жоқ. Бәрінен де патшаға жақынырақ бас ақын кермене отыр. Сонымен ойын қызып, шаттық билеген байбатшалар майданда аққан қан өзендерінің тереңдігін өлшесіп отырды. Бір кезде темірдің құлағына ашынған бір дауыс келді. У-шу айғайды, күйшілердің күйін, әншілердің әнін қақ жарып, темірдің құлағына іліккен дауыс әйел дауыс еді. Даусында өлім көлеңкесі елестеген неткен адам, шақырыңдаршы, деді темір мұрнына қан иісі келгендей жан-жағына алақтап. Қайдан екені белгісіз бір әйел пайда болды. 3 арысты билеп тұрған арыстан сізді көрем деп бой бермей тұр десті қасындағылары. Арабша сөйлейді. Үсті басы кір, шаң, өзі есалаң болса керек десті біреулері. Әкеліңдер, деді темір өз сезіміне ғана бағынып. Сонымен темірдің алдына жалаң аяқ, үстіндегі барлық лыпасы далба-дулба әйелді алып келді. Бірақ жасымаған көзі от шашып, әмір етіп тұрғандай. Қап-қара қолдарын темірге созғанда бір қалтырамады. Баязид сұлтанды жеңген сен бе? Деп сұрады әйел салған жерден. Иә, мен талайды жеңдім. Жеңгенімнің ішінде о да бар. Жеңуден әлі шаршағаным да жоқ. Сен, әйел, келген жұмысың не? Соны сөйле, деді әмір темір сазарып. Тыңда, деді әйел, сен не істесең де адам ғанасың, ал енді мен анамын. Сен өлімге қызмет етесің, мен өмірге қызмет етем. Өмірге адам әкелем, білдің бе? Сондықтан мен сені адамға санамаймын да. Мен ешкімнің қалай саналуымен есептесіп көрген емеспін, есептесе алмаймын да. Жұмысыңды айт, әйел, деді тәкаппар темір. Тыңда, өлімнің екіншісі темір. Сен менің алдымда күнәлісің. Менімен есептеспей тұра алмайсың да. Менің алдымда күнәңді жусын деп келдім. Сенің бағынғаның күш әділдікте деген ұран дегенді айтты. Мен бұған иланбаймын. Бірақ сен маған еріксіз әділ боласың, өйткені мен анамын. Сен өлім сепсең, мен дүниеге өмір себем. Сені жеңем, сондықтан сен маған әділ бола аласың, деді. Темір патша да мұны ұғарлық данышпан еді. Шығыстың салқын данышпандығын алмады дейсің бе? Әйелдің сөзінде батылдық пен күштілікті де сезіп,
өзің отыршы, сөзіңді тыңдағым кеп барады, деді. Әйел байбатшаларды етегімен сырып, қақ жарып барып, кілемнің үстіне отыра кетті. Қай жерге қалай отыруды өзі таңдады. Өйткені отырғандарды адамға санамады да. Содан соң сөзін бастады. Мен Салерно деген жерден келдім. Ол алыс жер, Италияда. Сен білмейсің. Сенің қанды тұяғың ол жерге жеткен жоқ. Бірақ онда да сен секілді өлім егуші толып жатыр. Әкем балықшы, байым да балықшы. Байым бақыт деді. Өйткені оны бақытқа бөлеген еңбекпен мен ғой. Одан соң жалғыз бір ұлым бар еді. Ол жер бетіндегі адамның ақылдысы, сұлуы болатын еді, деді. Сол кезде менің жәңгірімде екен ғой, деді темір патша ақырын ғана күрсініп. Жоқ, нағыз сұлу ақылды бала менікі еді. Сенен туған бала адам баласының өкінішін ақтай алатын ба еді, деді ана тіксініп. Теңіздің жағасында отырған талаушылар келгенде ұлым 6 жаста еді. Талаушылар әкемді де, байымды да, тағы да көп адамды өлтіріп, ұлымды тартып әкетті. Ұлымның қазір қайда екенін сен білесің. Өзіме қайтарып беруге міндеттісің, деді. Ана осыны айтқанда, өздерін данышпан санайтын байбатшалар күлісіп, байғұс жынды екен, есінен танған ғой десіпті. Жалғыз Кермене ақын ғана анаға күлмей қарайды да, ақсақ темір ғана таңданып отырады. Бұл ана болғанда да ақылдан таңғандай ана екен, болсаң бол, дейді Кермене ақын. Ал енді өмірдің дұшпаны өлімнің егіншісі темір былай депті. Әйел, сен мен білмейтін елден неғып келдің? Арада тау бар, тас бар, өзен бар, теңіз бар, ит мұрны өтпейтін қалың орман бар, олардан қалай өттің? Жүгірген аң, ұшқан құс саған қалай тимеді? Қанша ел адам бар, адам аңнан да жауыз, олар сені қалай аман жіберді? Адамның күші біткенше жолдас болатын бір нәрсе қару. Сенде ол да жоқ. Қалай бұл жерге аман жеттің? Осының бәрін айт, сонда ғана мен сені түсіне алам. Айтшы тезірек, дейді. Әйел темірге былай депті сонда. Мен бірақ теңізге ұшырадым. Онда арал да көп екен, балықшы да көп екен. Сүйген ұлыңды іздесең жел артыңнан шығады, теңізден қайықпен өттім. Ал енді өзенге көп ұшырастым. Теңір жағасында өскен анаға өзеннен өту қиын ба? Тау дейсің ғой, тауды мен елеңде қылғаным жоқ, байқағаным да жоқ. Орман отын бергеннен басқа тоқтау болған жоқ, дейді. Сонда Кермене шыдамай, мұндай анаға тау деген жазық болып кетпей тұра ала ма, дейді шынымен. Аю, қабылан, арыстан, басын желге салбыратқан тағы өгіздер ұшырады. Көзі сенің көзіңе ұқсап оттай ойнап, өлім шашып тұрған барыста 2 рет маған қарап тұрды. Бірақ әрбір аңның жүрегі бар емес пе? Олар да менің ана екенімді біліп, иланды. Ауыр күрсініп, мені аяп жөндеріне жүре берді. Аңның да баласын сүйетінін сен білмейтін бе едің? Дейді әйел темірге төніп. Солай әйел, дейді темір басын изеп. Аңдар адамнан гөрі де өз баласын артық сүйеді. Ең қатты жауыздық адам баласынан шығады деген қорытындыға мен де келдім, дейді темір, жаңа бір дүниені көргендей ойға батып. Адам деген бала ғой. Өйткені ананың жанына көз салсаң, 100 есе бала. Адам қашанда анасының баласы, әркімнің анасы бар. Сен шал, білесің бе, сені де әйел тапты. Сен Құдайдан бас тарта аласың, ал енді анадан бас тарта алмайсың шал, дейді әйел. Солай әйел, дейді Кермене ақын қорықпастан ақ. Өгізді қанша жинасаң да бұзау таппайды, күнсіз гүл өспейді, сүюсіз бақыт жоқ, әйелсіз сүю жоқ, анасыз ақын да болмайды, батыр да болмайды, дейді. Бер, баламды өзіме қайтарып, өйткені мен анамын, баламды сүйемін, дейді әйел тұп-тура ақсақ барыс темірге. Мен тәңірі құлы темірмін. Тиісті сөзді ғана айтам. Мен көп жасқа келдім. Мына қолымен өлім құрбандығын баудай түсіріп жүргеніме 30 жыл болды. Неге бүйтесің? Не бүйтесің дейсің ғой? Оны да айтайын. Мен патша алдымен осыны білем. Мен өзімнің патша екенімді танысам,
патшалығымды кеңейте беруім керек. Сондықтан мен мемлекет алып өзіме ел бағындырам. Бұл бір. Екінші, өлім менің ұлым Жәңгірді алып жүрегімнің күнін сөндірді. Сондықтан өлімнің күнбе күнгі құрбандығына арнаған адамын тартып алып кегімді алып жүрмін. Менімен патшалық үшін, ел үшін көп адам алысты, бірақ адам үшін ешкім алысып көрген жоқ. Адам деген кім? Менің жолымда неге тұрады? Мен оны білмеймін. Мен Тәңірі құлы темірмін. Тиістігі сөзді ғана айтам. Міне, менің алдымда әйел отыр. Бұл әйел бүгінге дейін өзім білмеген сезімді қозғап, мені жеңіп барады. Бұл әйел менімен тең адамша сөйлесіп отыр, өтінбейді, бұйырады. Бұл әйелдің неге мұнша күшті екенін түсіндім деп ойлаймын. Бұл өмірдің иесі, бұл ана. Бұл ұлын сүйеді. Ұлын сүюі ол ұлы өмірдің бір ұшқыны ғой. Кім біледі, мүмкін ол ұшқыннан әлденеше ғасырға жететін жалын туар. Мүмкін жерді жылытып бақыт себетін адам болар. Дүниені жалмап, адам баласына топандай тиген Тәңірмен таласқан темір тағы да ойланып отырды да. Мен Тәңірі құлы темірмін. Тиісті сөзді ғана айтам. 300 салт әскер қазір жердің 4 бұрышын аралауға аттансын. Тапсын олар мына әйелдің ұлын. Әйел осында күте тұрады. Мұнымен бірге мен де күтіп отырам. Кімде-кім мұның ұлын атқа мінгізіп әкелсе, ол шын бақыттың дәмін татады. Солай ғой әйел дейді. Әйел бетіне түскен қара шашын кейін сілкіп тастады да, солай, осыны істе, деп азырақ езу тартып. Сол кезде әлгі айбатынан ай жасырынған қатал шал, ақсақ темір орнынан тұрып әйелге басын иді. Барлық байбатшалар жаңа ғана сқақтап күлген әйелге қарап, ана, деп таңданды да қалды. Бұл шындық қой. Өйткені қай анадан сұрасаң да, біз өлімнен күштіміз, біз дүниеге ақын да, ақылды да, данышпан да, ер де береміз. Өлім адам баласын құртуға тырысса, біз оны жеңіп, адам баласын көбейттік демей ме?